Сәлеметсіңдер ме 6 сынып оқушылары? Математика пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар бірінші тапсырмасына былай делінген: қандай статистикалық шаманы табу үшін сандарды өсу ретімен орналастыру қажет дейді. Оқушылар мұндағы бізде медиана деген шаманы табу үшін сандарды өсу ретімен орналастыру қажет. Демек, С нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Енді келесі екінші тапсырмасында тік төртбұрыштың ауданы S сантиметр квадрат, яғни ауданы бізде сантиметр квадрат, ұзындығы 5 сантиметр, ені B сантиметр, S ауданының еніне тәуелділік формуласын көрсетіңіз дейді. Оқушылар, жалпы біз ауданды табу үшін ұзындықпен енін көбейтеміз. Мұнда бізде ұзындығы 5-ке тең, ал ені B-ға тең. Сонда S тең 5B болады. Демек, мұндағы бізде А нұсқасы дұрыс жауап болады. Үшінші тапсырмасы координаталы жазықтықта y тең минус 2x графигін салыңыз. Оқушылар, ол үшін мұнда біз кестені құрамыз және екі нүктені алсақ болғаны 0 және 2-ні алайық. Мұнда біз 0-ді қоятын болсақ, x-ің орнына 0-ді қойсақ, минус 2-ге көбейтсек 0 болады. Ал x-ің орнына 2-ні қойып, минус 2-ге көбейтсек минус 4 болады. Сонда мінекей 0-де 0 және мінекей 1, 2, 2-де 1, 2, 3, 4, мінекей 2-де минус 4. Енді осы екі нүктені қосамыз және ары қарай тағы соссақ болады. Келесі 4-ші тапсырмасы 6-шы сынып оқушыларының 1-ші тоқсандық жиынтық бағалауынан алған балдар саны төмендегідей. Мінекей осылай берілген. Осы қатардың арифметикалық ортасын, медианасын, модасын, құлашын табыңыз. Ең алдымен арифметикалық ортасын табамыз. Арифметикалық ортасы қысқаша жазып кетейін. Мұндағы сандарды санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N тең 12 деп аламыз. Енді мұндағы сандардың барлығын қосамыз да 12-ге бөлеміз. Он тоғыз, 13, 17, 17. Енді осылардың барлығын қосып 12-ге бөлеміз. Сонда барлығын қосатын болсақ 162 болады. Оны бөлеміз 12-ге. Сонда тең болады екен 13,5-ге. Енді медианасын есептейміз. Медианасын табу үшін оқушылар мұндағы санды өсу ретімен орналастыруымыз қажет. 8, 9, 10, 11, сонан соң барып 13, 13-тен бізде 2, 14, 14-тен де 2, 14-тен кейін 17-ден бізде 1, 2, 3 екен. Ең үлкен саны бізде 19. Енді медианасын табу үшін бізде цифрлар, яғни санда бізде 12 қояйық. Енді мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда белгілеп қойып, 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей ортасындағы сан бізде 13 және 14 екен. Егер жұп болатын болса, ортасындағы екі санды қосамыз және бөлеміз 2-ге. Сонда қоссақ 27, 2-ге бөлсек 13,5. Енді модасын есептейік. Модасын табайық. Модасы ең көп кездесетін сан, ол бізде мінекей 17-тен 3 екен, 17 болады. Енді өзгеріс құлашын есептейік. Оқушылар, қысқаша жазып кете берейін. Өзгеріс құлашы. Өзгеріс құлашы үлкен саннан азайтамыз ең кіші санды. Сонда тең болады екен 11-ге. Сонда бізде жауабы арифметикалық ортасы бізде 13,5. Медианасы бізде, жоқ, бізде арифметикалық ортасы 13,5.
дұрыс иә, медианасы да 13,5 болыпты ғой. И модасы 17, өзгеріс құлашы 11. Келесі 5-ші тапсырмасы графикте автобустың 4 сағатта жүрген жолы кескінделген. Мұндағы мінеки графикке қараймыз. Графикте берілген мәліметтерді қолданып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. А тапсырмасы автобустың жүрген жолының уақытқа тәуелділігін формуламен жазыңыз дейді. Оқушылар, бізде жалпы жолды табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Енді мұнда бізде жылдамдықты табу үшін S-ті бөлеміз Т-ға. Ең алдымен жылдамдықты анықтап алайық. Мұнда мінеки бізде қашықтығымыз 70-ке тең, ал уақыт 1 сағатқа тең. Мінеки қашықтық 70-ке тең болған кезде уақыт 1 сағатқа тең. Енді екеуін бөлетін болсақ 70 км/сағат болады. Сонда мұнда мінеки S тең 70 болады. Енді келесі Б тапсырмасы автобус жылдамдығын анықтаңыз дейді. Оқушылар, мұнда біз Б деп қойсақ болады екен. Жылдамдығын таптық қой. Енді С тапсырмасы 350 км қашықтықты қанша уақытта жүріп өтеді дейді. Ол бізде С тапсырмасы уақытты табу үшін қашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Үш 350-ді бөлеміз 70-ке, сонда 5 сағат болады. 350 км жолды 5 сағатта жүріп өтеді екен. Ал енді келесі Д тапсырмасында 6 сағатта жүретін жолын табыңыз дейді. Жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Сонда тең болады екен 420 км-ге. Алтыншы есеп. Ақерке 20 сұрақтан тұратын тест тапсырмасын орындады. Тапсырманы орындау барысында әр дұрыс жауап үшін 3 балдан алып, әр қате жауап үшін 1 балдан ұтыла отырып 44 бал жинады. Ақерке неше тапсырманы дұрыс, неше тапсырманы қате орындағанын табыңыз. Дұрыс жауаптар санын X, ал қате жауаптар санын Y деп белгілеп алайық. Жалпы барлығын қосқан кезде 20 сұрақ. Ал енді бізге былай дейді: тапсырманы орындау барысында әр дұрыс жауап үшін 3 балл 3x деп аламыз. Ал қате жауап үшін 1 балл деген, сонда 3x азайтылған y деп аламыз. Тең 44. Осыны жүйе етіп шығарайық. Енді x тең 20 азайтылған y деп алсақ болады. Осы 20 азайтылған y-ті мұнда кеп қоямыз. Сонда 3 20 азайтылған y азайтылған y тең 44. Жақшаны ашамыз. 60 минус 3y минус y тең 44. Мұнда бізде минус 4y болады. Тең 44 азайтылған 60. Сонда минус 4y тең минус 16-ға. Y тең болады 4-ке. 2 минус плюс болады, 2 жағы 4 деген санға қысқарады. Y бізде 4 болды, енді x-ті табайық. 20 азайтылған y. 20 азайтылған y бізде 4-ке тең. Сонда тең болады екен 16-ға. Сонда оқушылар, бізде жауабы дұрысы. Ақерке неше тапсырманы дұрыс деп тұр ғой. Дұрысы 16, қатесі 4 болады. Он 16-ны көбейтеміз 3-ке, 48 болады. Мұнда бізде 48-ден 4 азайтсақ, мінеке 44 болады. Ал 16-ға 4-ті қосатын болсақ, мінеке 20 болады. Соңғы тапсырмасы: есепті теңдеулер жүйесі арқылы шығарыңыз. Бір жейде және бір көйлек 4 метр матадан тігіледі. Осындай 5 жейде және 9 көйлек 30 метр матадан тігіледі.
бір жейде неше метр матадан тігіледі, бір көйлек неше метр матадан тігіледі. Бір жейдеге кететін матаны X деп белгілеп алайық, бір көйлекке кететін матаны Y деп белгілеп алайық. Енді бір жейдеге және бір көйлекке кететін матаның ұзындығы бізде 4 метр. Енді бізге былай дейді, осындай 5 жейде, яғни біз 5X деп алайық, және 9 көйлек 30 метр матадан тігіледі. Оны біз 9Y деп алайық. Тең 30 метр, я? Осыны жетіп аламыз. Сонда X тең болады 4 азайтылған Y-ке. Осы 4 азайтылған Y-ті мұнда кеп қоямыз. Жақшаны ашамыз. 5-ті көбейтеміз, 4-ке 20 болады. Минус 5Y қосылған 9Y тең болады 30-ға. Минус 5Y, 9Y, 4Y болады. 30 азайтылған 20, Y тең 10 бөлінген 4, сонда Y тең болады екен 2,5-ке. Сонда қосылар, бір көйлекке кететін мата 2,5 метр. Енді X есептейік, ол үшін 4-тен азайтамыз 2,5-ті. Сонда X тең болады екен 1,5-ке. Сонда қосылар жауабы, бір жейдеге кететін мата бізде 1,5 метр, ал бір көйлекке кететін мата 2,5 метр. Бір жейдеге 1,5 метр, ал бір жейде, жоқ, бір көйлек қой, бір көйлекке 2,5 метр мата кетеді екен. Оқушылар, түсінбеген есептерің болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.